Машинаның есігін сындырып жатыр мына жақтан. Әне, газ жіберді, газ. Көтеулі газ жіберді маған. Міне біз Алға Қазақстан партиясының белсенділеріміз 2 сәуірге бүгінге 23 жылға осы жеңіспен міне қараңыз, машинаның есігін сындырып жатыр мына жақтан. Әне, газ жіберді, газ. Көтеулі газ жіберді маған. Өздеріңіз көрдіңіздер шашты. Көзі қып-қызыл болып кеткен, жағасы енді дем алуға да қиын болып кетті дейді, ана ішінде отыруға мүмкінсіз болды. Адам баласы ғой ол енді. Ол неге газбен онымен өліп қалса қайтеді? Это стафилококкус шок деген болады ғой. Мы в шоке вообще, басқа сөз жоқ енді. Сейчас они могут повредить наш автомобиль. Вот вместе с нами сейчас они нас подняли. Посмотрите. Вот он ваш Жанат Казахстан, господин Токаев. Можете посмотреть. Все ваши слова — это сотрясание воздуха о том, что какие-то реформы будут, какие-то там судебные реформы. Все это вранье и пустые слова, которые вы видите на деле. Ничего не происходит, все еще бандитское государство. За мной поехали. Так, представьтесь. Бәрі қара киім киіп алған. Қараңдаршы. Не масқара мынау? Не масқара бұл? Кімдерсіңдер? Бандит пен не бір бәле мынау? Прямо эфирге шығып жатырмын мынау енді. Қараңдар.